бірдей болу керек, сонда әдемі шығады да, бір-бірін үйлестіріп шығады. Енді мен бұны синтепонға қойып, синтепонды кесіп алу ғана қалды. Ендеше соны жасаймыз, кеттік. Ал ендеше синтепонымызға дайын лепалаларымызды қойып аламыз. Міне булавкаларымыз осы кезде қажет болады. Булавкаларымызбен қадап шығамыз. Мынаны инемен қадаған кезде берірек қадау керек, сонда қайшымен қиған кезде оңай болады. Ал ендеше кеттік, қайшымен қиып аламыз. Міне біреуі дайын. Дәл осылай екінші жағын дайындаймыз. Мінекей қыздар, барлығына синтепон тігіп болдым. Енді осыны машинамен сырып тігіп аламыз. Мен сырып тігуді артынан бастаймын, өйткені маған алдына тас тігу керек болады.
Бірінші осылай тігіп аламыз, ешқандай пайеткасыз, тастарсыз бірінші осылай тігіп аламыз, немесе былайынан. Одан кейін уже тіккен кезде әр неге, мынау қиылысқан екі линияның қиылысқан жеріне пайетка салып жіберемін десеңіз де, жаңа пайетканы мен машинамен жүргіземін ғой. Сосын бірінші түзу линия жүргізіп алғаннан кейін екінші рет пайеткасын салатын боламын. Ал тасты міндетті түрде қиылысқан жерлеріне қолмен тігіп шығасыз. Әрине бірінші астар салмай жатып тігіп шығыңыз. Бірақ мынандай боковой жандарына тігудің қажеті жоқ. Тастар машинаның инесін сындырады. Мына линияны сызып бастаған кезде уже әрбір линияның қиылысуына мен пайетка қойып шығамын. Пайетканы қойып жасауға болады, немесе былай жақындап келген кезде мынаны көтеріп мынауымызбен біз инені кіргізіп алып ары қарап тігіп кете береміз. Сосын қыздар, егер қалта тігетін болсаңыздар, міндетті түрде қалтаның орнын сызып алыңыздар. Сол жерге мысалы үшін тас тікпейсіз, немесе пайетка тікпейсіз. Менде мына консолда екі жақтама қалта болады, сол үшін қазір мен қалтасының орнын сызып аламын. Дәл осылай қалтаңыздың орнын сызып аласыз. Қалтаңыз үлкен бола ма, кіші бола ма, соның размеріне қарай осындай орнын сызып аласыз. Бірақ тігіп кете бересіз. Именно осы жерлерге жаңа пайеткаңызды немесе тасыңызды тікпейсіз қойсыздар қалтаның іш жағына. Міне қыздар, дәл осы тәсілмен енді екінші жағын жасаймыз. Менде мына жерде ешқандай тастар болған жоқ. Осылай үш линиясын ешқандай тастарсыз қалдырдым. Шамалы өзгеше қылайын деп. И мына жеріне қалта түседі. Дәл осылай енді екінші бетін тігетін боламын. Мінекей қыздар, кәжекейдің екі жағы дайын. Енді мен қалтасын бөлек астарымен бірге тігіп аламын. Сосын мына жерге қойып тігіп алу керек бірінші. Астарымен бірге біріктірмей тұрып, немесе арқасымен алдымен біріктірмей тұрып, бірінші қалтасын қойып алу керек, а то кейін қиын болып қалады шамалы қалтасын қою. Так, қазір біз тура мына өлшеммен бірге қалтасын тігіп аламыз. Тура осындай болу керек. Шамалы 1 сантиметр тігіске кетеді. Дәл осыны астарға да түсіреміз. Осыны енді астарымызға түсіреміз. Sonunda bize екі қалта шықты. Әуелі айналдырып тігіп аламыз. Мен суреттегідей бахрома қояйын деп жатырмын карманына. Ол үшін ең әуелі мынаны астармен бірге тіктіріп алардың алдында бахроманың арасына қыстырып жіберемін. Осылай айналдырып тігіп шығамын қазір. Мынаны айналдырып тіккен кезде мынандай кішкене жер қалдыру керек. Тікпей, міне ол жері мынау оң қарату үшін. Міне менің карманым почти дайын. Мына жерін тігіп, жаңағы кәжекейіме біріктіріп тіксем болды. Кармандарым болдым. Енді алдыңғы бетімен менің дайын артқы бетімді біріктіретін боламын. Ал ендеше кеттік. Дәл осылай машинамен жүргізіп шығамыз. Арқасын мен алдын тура астарынан да жаға аламыз. Енді осыны қолдарын және мойнын тігіп аламыз. Әуелі қолын тігіп аламыз. Мына жағында, сосын мойнын
мойын айналдырып тігіп аламыз. Так, мен тігетін жерлерімнің бәрін булавкамен белгілеп алдым, екі қолтығын және мойын ойындысын, иә. Енді мен белгілеп алғаныммен киме тігетін жерлеріне кішкене жіп тігіп алуым керек. Басқа жерін тіктеміз, тек қолымен мойнын тігеміз, сосын қайшымен қиып шығамыз. Қолмен қолтығын тығылғаннан кейін артқа жағынан оңғыратып аламыз. Енді осыдан кейін астары мен астарын камзолымыздың негізі мен негізін біріктіріп тігіп шығамыз. Екінші жағын тіккен кезде кішкене орын қалдырып қоямыз, ашық жер оңғаратқанда ыңғайлы болу үшін. Міне бокалын тіккен кезде міндетті жайғалдырамыз. Міне почти камзолымыз дайын, қыздар. Енді біз камзолымызды үтіктеуіміз керек. Сосын барып мынаны аламыз да. Барлығын былай тігіп шығамыз. Одан кейін мына кестемізден оңғаратын боламыз. Қыздар, камзолымыз почти дайын. Міне өте әдемі камзол шықты. Тек астарын дұрыстап қиып, оңғарып тіксек болды. Міне етегін осылай тігіп алғаннан кейін, бағана біз қалдырған негіз бойынша оңғаратып аламыз, осыдан шығарып оңғарататын боламыз. Қыздар, біздің кәжекейіміз дайын. Мынау алды, мынау үш жағы, және бағана біздің оңғаратқан жерімізді қолмен тігіп шығамыз. Так, мына арт жағы өте тамаша шықты деп ойлаймын. Сіздерге де осындай шығады, құдай қаласа.